Ассалаумағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты. Бұл чемпионат Алматы қаласында жалауын желбіреткен еді. Мамыр айында өткен жарыстардың әлде болса іріктеу кезеңіндегі бәсекелерді сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Еліміздегі ең мықты екі команда дәл қазір күш сынаспаққа кіріседі. Олар әрине Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпиондары, Құлагер көкпар командасы, Оңтүстік Қазақстан облысы және олардың қарсыластары Маңғаз Маңғыстаудың төрінен Қарт Каспийдің жағасынан келген Адай-ата көкпар командасы. Адай-ата да соңғы жылдары осы үздік үштіктің қатарында жүрген команданың бірі һәм бірегей екенін атап өткенді жөн көріп отырмыз. Міне осы екі команданың арасындағы бәсекені, тартысты ойынды бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз, қадірлі телекөрермен. Сонымен қазір біз Оңтүстік Қазақстан облысының командасын таныстыруда жөн көрдік. Құлагер көкпар командасы мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Бақтыбай Шырынқұлов, екінші нөмірде Дәулет Айтан, үшінші нөмірде Нұрмахан Омаров, төртінші нөмірде Жорабек Ақбаев, бесінші нөмірде Абылайхан Нашарбеков, алтыншы нөмірде Нұржігіт Мырзабаев, жетінші нөмірде Ерсайын Әлібек, сегізінші нөмірде Темірхан Айтбаев, тоғызыншы нөмірде Асланбек Сейдолла, оныншы нөмірде Нұркен Омаров, 11-ші нөмірде Бәйдібек Сабыров және 12-ші нөмірде Шымболат Айтуғанов, қадірлі телекөрермендер. Ал енді Маңғыстау облысының Адай-ата көкпар командасының көшін бастайтын сіздердің назарларыңызда тұрған Дәулетбек Омбаев мінекей бірінші нөмірде шыққан команданың капитаны. Ал екінші нөмірдегі Ермек Көбей, үшінші нөмірде Темірлан Сейтбеков, төртте Ербол Ермағанбетов, бесінші нөмір Болатбек Әлімбетов, алтыншы нөмір Ғалымжан Мұстафаев, жетінші нөмір Ұланбай Төреев, сегізінші нөмір Ынтымақ Әліпбаев, тоғызыншы нөмір Шымболат Ақбаев, 10-шы нөмір Александр Пупенко, 11-де Бақытжан Әзімбай, 12-де Мұсабай Сәрсебаев. Ал ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов, қапталда Зиябек Жеткеров, Сейдулла Жәлелов және Ғани Нұржанов. Баршасы да ұлттық дәрежедегі төрешілер. Нұрдәулет Момынов өзі көкпар тартқан балуандардың бірі және жай ғана балуан емес, Қазақстан Республикасының 9 дүркін чемпионы, Әулие-ата көкпар командасының негізін қалаушылардың осы командалық жүйеде алғаш көкпар тартқан азаматтардың бірі һәм бірегейі. Қадірлі телекөрермен, енді Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы мінекей сіздердің назарларыңызда. Құлагер көкпар командасының жетекшісі Оңтүстік Қазақстан облыстық ұлттық спорт түрлері мектебінің директоры Ғани Ахметбаев және жаттықтырушысы әрі капитаны Бақтыбай Шырынқұлов. Ал енді Маңғыстау облысының Адай-ата көкпар командасының команда жетекшісі Қанағат Сүйебаев, ал команданы жаттықтыратын Бақытжан Кенжебеков. Бақытжан Кенжебеков сондай-ақ тек жаттықтырушылықпен қатар төрешілердің сапында да жүретінін білесіздер. Сонымен осы екі мықты команданың арасындағы тартысты бәсекені тамашалауды бастаймыз. Бұл екі командада сөз басында атап өттік, бір-біріне жалпы сай командалардың бірі. Соңғы жылдары осы Құлагерді, Әулие-атаны тіпті ұтуға дейін барып жүр осы Маңғыстау облысының Адай-атасы. Маңғыстаудың қатарына қосылған Атырау облысының Нарыны да бүгінде осы елімізде үздік жалпы 4 команда бар дейтін болсақ, соның екеуі міне сіздердің алдарыңызда. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагері, Маңғыстаудың Адай-атасы және Жамбылдың Әулие-атасы мен Атырау облысының Нарыны. Міне осы 4 команда еліміздегі ең үздік командалардың ішінде. Сонымен қазір Маңғыстау облысының Адай-ата көкпар командасының жігіттері бірінші болып Серкені тақымға басып алған сыңайлы. Қазір шабуылға
бастап бара жатқан 8-ші нөмірдегі Ынтымақ Әліпбаев есімді палуан. Міне Ынтымақтың тақымында Серке. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасының жігіттері қос қапталдан қыспаққа алып, қазір Ынтымақты ойын алаңының сыртына шығарып жіберуге тырысып жүр. Реті келсе Серкені жұлып алуға да ниетті Шымкенттің жігіттері. 2-ші нөмірдегі Дәулет Айтан міне әсіресе шабуылды тоқтатуға бірден-бір күш салған азаматтардың бірі. Сонымен Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекте ортада төреші Нұрдәулет Момыновтың ысқырығынан кейін екі команданың жігіттерінің арасынан бір-бір шабандоз шығады. Ортадағы Серкені алып кету керек. 1-ші нөмірдегі Темірлан Айтбаев және Адай-ата сапынан қадірлі телегөрмен Темірлан Сейітбеков. Темірлан Сейітбеков есімді палуан, жас палуандардың бірі. Ал Бақтыбай Шырынқұлов болса енді жекпе-жекте алдына жан салмайтын азамат. Оның дәлелін көкпардан өткен әлем чемпионатында өздеріңізде көрген шығарсыздар. Жылдамдығы енді көз ілеспейді деп айтуға толықтай негіз бар. Мінекей Маңғыстау облысының жігіттері Бақтыбай Шырынқұловтан бұрын Серкені Темірлан ортадағы шеңберден алып шығып кеткен болатын. Дегенмен Серке жерге түсіп кетті. Қазір Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы шалында және Маңғыстау облысының Адай-ата көкпар командасының сапынан 11-ші нөмірдегі Бақытжан Әзімбаев ойыннан аластатылған екен. Өйткені ереже бұзылды. Аттың қапталында жатып, ат бауырына жатып алып, Серкені жерден көтерейін деп Серкеге қол созып жатқан кезде осы қапталдан кеп соққаны үшін қазір ойын алаңының сыртына кетті. Қазақшалағанда Қаранарға отырғызылды. Міне Маңғыстаудың жігіттері тағы да Серкені тақымға басуға тырысқан. Бірақ әлде болса жерде жатыр. Шымкенттің палуандары енді күшіне ене бастаған сыңайлы. Темірхан Айтбаевтың тақымында Серке. Ұлттық құраманың ең үздік спорт тілімен айтқанда бомбардирлерінің бірі. Ең көп салым салатын жігітте осы Темірхан Айтбаев. Екі жағына бірдей еңкейеді, екі жағына бірдей басады. Қос тақымы да тастай мықты. Темірхан Айтбаевтың жаппай көкпарларда да қалың доданың арасынан қаймықпай шығып Серкені мәреге апарып жүрген жігіттердің бірі һәм бірегей болатын. Міне Темірханның тақымына Серке түссе маңғыстаулықтар үшін ол үлкен қауіп. Бірақ 2-ші нөмірдегі Ермек Көбей дәл қазір Темірхан Айтбаевтың шабуылын тоқтата білді. Бірақ Серке әлде болса осы оңтүстік Қазақстан облысының мәресінің түбінде жатыр. Сәл ғана демеп жіберсе болды қазір. Бір салым шымкенттіктердің қоржынына түседі. Шырайлы Шымғаладан келген ұлттық спорттың отанына айналған Құлагердің жігіттері деген алғашқы салымда әлде болса сала алмай жүр. Қазір ешқандай палуанның тақымына түспеген екен Серке. Нәтижесінде ортадағы төреші бұл қайшылықты бәсекені тоқтатуға мәжбүр. Өйткені әуелі уақыт өтіп кетті, екіншіден Серке мәре сызығының жиегіне тиіп қалды. Мұндай сәтте жалпы командалық тартыс болады. Жалпы командалық тартыстың нәтижесінде Серкені алып шығып кеткен палуан салымды болуға бір табан жақындай түседі. Бірақ әлде болса тақымына нығыздап басып алған осы Темірхан Айтбаевтан кейін палуан көре қойған жоқпыз әзірге. Міне төреші тағы да ойынды тоқтатты. Оның негізгі себебі оңтүстік Қазақстан облысының палуаны Дәулет Айтан 2-ші нөмірдегі қарсыласының қапталынан кеп соққаны. Енді Маңғыстау облысының жігіттері қазір 4 адам болып өнер көрсетуде, 4 спортшы. Оңтүстік Қазақстаннан келген Құлагердің жігіттері
үш қана спортшымен өнер көрсетіп жүр. Міне қазір қыспаққа алып қапталдан ойын алаңының сыртына шығарып жүруге тырысқан маңғыстаулықтарда үлкен мүмкіндік бар, өйткені 3-ке 4 өнер көрсетуде. Қараңыздаршы, қандай нәтижелі шабуыл болар екен, бірге көрейік. Дәл өстім ұзаққа созып жүріп алатын болса, онда Қарт Каспийдің жағасынан келген бұл жігіттің тақымындағы серкені Оңтүстік Қазақстан облысының оғландары жұлып алатын секілді. Жұлып болмаса да ойын алаңның сыртына шығарып жіберуге ниетті. Бақтыбай Шырынқұлов қазір серкеге жармасқан. Оның жиегінде біз Нұржігіт Мырзабаевты көріп отырмыз. Ұлттық құраманың ең мықты қорғаушылардың бірі. Тура мәренің үстінде, бірақ тастап кетуге мүмкіндігі жоқ. Өйткені оңтүстік жігіттері серкеге жабысып алған. Міне, серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Қапталдағы төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Демек ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекке бұл жолы кім шығады екен? Алғашқы жекпе-жекте Бақтыбай мен Темірлан ортаға шығып сынға түскен болатын. Жоқ, Асланбек Сайдулла шыққан екен бұл жолы Мұсабай Сәрсебаевқа қарсы. Асланбек Сайдулла аттың үстінде жүріп, кәдімгі жерде жұмыс істеп жүрген азаматтар секілді қимылдайды. Аттың үстінен жерге еркін еңкейіп, аттың бауырына жатып алып, асықпай, екі қолын бірдей серкеге тастап өнер көрсете алатын бірен-саран жігіттердің қатарында, екі жағына бірдей еңкейе береді, өте епті. Міне қазір серкені көтерген палуан бірден тақымына басып алмады. Нәтижесінде міне Асланбек Сайдулла тіпті тақымға баспай алдына өңгеріп алғанын көріп отырсыздар. Не деген қара күш десеңізші. Асланбектің астындағы көкші бар. Маңғыстаудың қарагерінен мықтылығын таныта алмағанымен Асланбектің күштілігі көрініп ақ тұр. Асланбек бұл Оңтүстік Қазақстан облысының арасында өтетін, Жамбыл облысында жүретін, алты еліміздің қай өңірінде көкпар болса, яғни жаппай көкпар болса, сол жаппай көкпардың арасында енді қандай ауыр серке тасталса да еркін басып алатын жігіттердің бірі. Қазір де міне жерден әп-сәтте серкені көтеріп алып, Көкшібармен мәреге қарай басып бара жатқан сәтін көріп отырсыздар. Бұл салым болуға лайықты шабуыл және салым. Өте тамаша. Асланбек Сайдулла, ардақты ағайын. Бұл салымның авторы Оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт ауданында туған, 1989 жылы туған екен. Астындағы атына Сұргөжек деп ат қойыпты. Сұргөжек десе Сұргөжек. Оян секілді расменде артқы аяқтарының күші көп екені көрініп тұр. Атқа бытқып шапқан кезде алдына қара салмай кететінін де байқатты. Бірден есебімен осылайша Құлагер көкпар командасының ойыншылары алға шықты. Ойынның 11-ші минутында алғашқа есеп ашылғанын байқап отырмыз. Бесінші нөмірдегі Абылайхан Нышанбек ойынға араласқан екен. Абылайхан Нышанбектің тақымында серке, Абылайханның тақымына серке түссе, ол міндетті түрде салыммен аяқталуға мүмкін. Өйткені тақымы өте мықты, епті шабандоздардың бірі. Әттеген-ай. Абылайхан Нышанбек 1994 жылы туған жас балуандардың бірі. Асланбек екеуі де жерден еңкейіп, ілгіштіктермен көзге түскен жігіттер. Олардың арасынан Темірхан Айтбаевты қосуға болады. Әрине, Темірхан Айтбаевтың жасы 30-дан асып кетсе де әлі күнге дейін белі мықты бұл балуанның.
осы Темірхандардың жолын қуып келе жатқан Абылайхан Нышанбек, Асланбек, Сейдулла деген сияқты жігіттер. Абылайханның тақымында Серке бар еді, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көрдік. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы өрбейді. Бақтыбай Шырынқұлов пен Темірлан Сейітбеков қайта шыққан екен. Бірінші және үшінші нөмірдегі құлагер мен Адаятаның ойыншылары. Міне, Темірлан Сейітбеков қазір Серкені өз тақымына басып алуға, жерден бірінші болып көтеруге мүмкіндігі бар еді. Сол мүмкіндіктен айырылып қалған көріп отырмыз. Бақтыбай Шырынқұловтың жылдамдығын қараңыздар. Қарсыласының аты айналып кеткен, қандай тиімді пайдаланды. Міне қалай тоқтайды сәйгүлігі. Кәдімгі соңғы үлгідегі көліктер сияқты төрт дөңгелегі бірдей тоқтайтын. Бақтыбайдың астындағы бұл қарагер де дәл сондай өнер көрсетіп жүр. Ақбақай деген сәйгүлік. Ақбақай мен Бақтыбай салым салалар мекен. Міне ардақты ағайын. Бақтыбай мәреге жақындады, бұл салым. Мәренің қақ ортасында жатыр. Салым салғанымен қоймай. Маңғыстау облысының жігіттерін құлатып кетті. Әрине Бақтыбайдың кінәсі жоқ қой бұл жерде. Бақтыбай Шырынқұлов 1981 жылы туған шабандоз. Оңтүстік Қазақстан облысынан, Сайрам ауданының тумасы шатаспасақ. Бақтыбай Шырынқұлов қазір Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер көкпар командасының капитаны және ұлттық құраманың сапында да осы бірінші нөмірде команданың капитаны болып қызмет атқарады. Мінекей екінші салымды салып құлагерліктердің қоржынын қампитып жатқан жайы бар. Есеп еселенді ардақты ағайын. 2-0. Жалпы құлагердің жігіттері бір ашылса тоқтамайтын әдеттері бар. Сондықтан жігіттері де кезек-кезек Серкені жерден көтеріп кеткен жайы бар екенін көріп отырсыздар. 12-ші нөмірдегі Шымболат Айтуғанов дәл қазір Серкені жерден көтерген. Қазір ойын алаңның жиегінде қалыпты Серке. Қалай болар екен? Ойын алаңның сыртына шығып кететін сыңайлы болып тұр. Төрешінің ысқырығы естілді ардақтың. Әрине, Серке ойын алаңның сыртына шыққан жоқ, бірақ жерде жатқан Серке 1 минуттың ішінде жерден көтерілуге тиіс. Сол 1 минутты лезде көзді ашып жұмғанша өте шықты. Соның нәтижесінде осындай ортадағы жекпе-жек сайысымен жалғасып жатыр. Темірхан Айтбаев пен Мұсабай Сәрсебаев шыққан еді. Мұсабай Сәрсебаев бірінші болып Серкені жерден ілгенімен тақымында жақсылап ұстап тұра алған жоқ. Аттың тізгінін де өзіне мойын ұсындыра алмады. Соның нәтижесінде Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Темірхан мен Мұсабай қайта шықты жекпе-жекке. Темірхан да өте жылдам жігіт. Көрейік қалай болар екен. Міне Мұсабай Сәрсебаев Серкені қайтадан өз тақымына басуға алуға мүмкіндігі бар. Бір ғана қателік. Міне көрдіңіздер ғой. Бір ғана қателік, бір ғана олқылық. Темірхан Айтбаев әдейі пайдаланды. Александр Пупенко қазір Серкені тақымға басты. Александр Пупенко ұлттық құраманың белді жігіттерінің бірі. Көрдіңіздер ғой, аттың тізгінін қалай ойнатады. Шіркін-ай, Серкені тақымға баспай-ақ қолында ұстап тұр, білектің күшімен, екінші қолымен аттың тізгінін ары-бері айналдырып шабуылға шыққан еді, бірақ құлагердің жігіттері тартысып жүріп Серкені жерге түсірді. Енді қайтадан жерден көтереді. Жерден көтеруге келгенде осы Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне шақ келетін өзі шабандоздар жоқ қатан. Бәреңке еді. Шеттерінен еңкейгіш жігіттердің. Белдері кәдімгі жұмсақ сым секілді иіліп тұрады, қадірлі ағайын. Аттың үстінде баршасы да өте еркін қимылдайды. Міне, Серке тағы да 1 минуттың ішінде жерден көтерілмеді. Нәтижесінде ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов осындай шешім қабылдауға мәжбүр.
Қазір енді ортада жекпе-жек сайысы болуға тиісті, егер уақыт бітіп қалмаса. Жалпы көкпардың негізгі ережесіне сәйкес әрбір кезеңге 20 минуттан уақыт беріледі. Айтқанымыз айдан анық келді. Құлагер көкпар командасы 2-0 есебімен бірінші кезеңді қорытындылап отыр. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл көкпардан Қазақстан Республикасының ересектер арасындағы 17-ші чемпионаты. Құлагер көкпар командасы мен Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командаларының арасындағы бәсекені тамашалап отырмыз. Асланбек Сайдулла қайтадан серкені сұр көжекпен тақымға басып шықты. Бұл салым болуға тиісті. Салым, қадірлі телекөрермен. Асланбек Сайдулла 1989 жыл туған шабандоз, оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт ауданының тумасы. Сұр көжек дейтін тұлпармен ойынның 22 минутында, яғни екінші тайм бастала салысымен осылайша жылдам салымның авторы атанып отыр. Серкен жерден көтеріп алды да бірінші шабуылда өте нәтижелі аяқтады. Асланбек Сайдулла теңдесі жоқ жігіттерінің бірі. Серке қайтадан кіші шеңберге тасталды. Осы кіші шеңбердегі серкені кім көтерер екен? Ол әрине әзірге белгісіз. Маңғыстау облысының жігіттерінің мүмкіндігі барды. Бұл жерде төреші ойынды тоқтатқан жоқ, өйткені қатаң ереже бұзылмады деп шешкен екен. Мінекей Маңғыстау облысының жігіттері серкені көтеріп бірден тақымға басып алған. Сонда да Құлагердің жігіттері серкенің бір сирағына жабысып берер емес. Мінекей. Шіркінай, қараңыздар, қалай тартып алды. Құлагердің Бәйдібегі бұл ардақтағы. Бәйдібек Сабыров қазір серкені тақымға басып алған. Бәйдібек Сабыровтан қазір Бақтыбай Шырынқұлов серкені алып алды. Жігіттер командалық жүйеде өте тамаша өнер көрсетеді. Бақтыбай Шырынқұловтың астындағы аты да ұшқыр екен. Ақбақай болса керекті. Міне жылдам Сайгүлік. Қазір аттың тізгінін тартады. Сөйтіп айналып қайта соғады. Қайта айналып соққан сеңдей Бақтыбай Шырынқұлов Адай-атаның жігіттеріне қауіп төндіріп жүр қазір. Бақтыбайдың тақымындағы серкені жұлып алу әрине ол қиын шаруа. Десекте Маңғыстау облысының жігіттерінің қолынан келер ме екен? Жоқ, Бақтыбай Шырынқұлов серкеге жалғыз өзі иелік етіп тұр әзірге. Бақтыбайдың тақымындағы серкені міне командалық әріптестері алды, және бұл салым, қадірлі телекөрермен. Есеп еселенді тағы да. 4-0. Темірхан Айтбаев бұл 1982 жыл туған Найзағай дейтін тұлпармен. Темірхан шатаспасақ оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданының тумасы. Міне Темірхан Айтбаев Бақтыбай Шырынқұловтың тақымындағы серкені жұлып алды да доданың арасынан ақырын ғана өтіп кетіп, серкені мәренің қақ ортасына тастап кетті. Құлагердің жігіттер бірінші рет байқап отырсыздар ғой. Міне Абылайхан Нышанбек қалай алып кетті серкені. 5-ші нөмірдегі көкпаршы. Абылайхан Нышанбек тақымға серкені басты, шабуылға көшті. Бұл әрине салым болуға лайықты шабуыл, өйткені жеке дара шауып келді. Абылайхан Нышанбек, қадірлі телекөрермен, тағы бір салымның авторы атанып отыр. 1994 жыл туған шабандоз, оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында Жетісай қаласында туған, жастайынан көкпар шауып жүрген жігіттердің бірі. Жақында ғана отбасын құрып, Абылайхан Нышанбектің
осы шаңырақ көтеруімен құттықтаған болатынбыз. Міне қазір осы Абылайхан Нышанбек тамаша салымның авторы атанып отыр. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысының құлагері де, Маңғыстаудың Адай атасы да осы чемпионатқа жиналған бүкіл командалардың ішіндегі чемпиондық атақтан үміткер ұжымдардың бірі, екеуі де. Бірақ мына ойынға қарасақ 5-0 есеп Маңғыстаудың жігіттеріне мүмкіндік жоқ секілді. Міне тағы да бір салым болады қазір. Әй тамаша. Тағы да салым құлагердің еншісіне кетті. Бұл жолы салымды салған Шымболат Айтуғанов 12-ші нөмірдегі 1995 жылы туған шабандоз Алмат Қасқа дейтін күрең қасқамен салып кетті. Өте тамаша салымға қол жеткізді Шымболат. Жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Есеп 6-0 қадірлі телекөрермен. Құлагер көкпар командасының ең алғашқы салымы түскен кезде айтып едік. Бір салым салса, ары қарай бұл жігіттер ашыла түседі. Ары қарай қарқындарына қарқын қосады. Екінші тыныстар ашылады бұл жігіттердің. Міне соның куәсі болып отырмыз. Расымен де алғашқы салымда құлагерліктер бастап салып еді. Әрі қарай тоқтаған жоқ. Сейдулла Жалеловтың қазірі қызыл жалау көтерілді, өйткені Серке ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көрді. Енді ортада жекпе-жек сайысы орын алады. Жекпе-жекке Маңғыстаудан Темірлан Сейітбеков пен Асланбек Сейдулла қатысқан еді. Темірлан Сейітбеков Серкені өз тақымына басып алды. Асланбек Серкені бір сирағынан жармаса ұстап, сүйреген күйі Темірлан Сейітбековті атымен қоса, өзімен қоса, серкесімен қоса ойын алаңының сыртына бір-ақ шығарды. Қайтадан ортада жекпе-жек. Жекпе-жекте Асланбек пен Темірлан қайтадан. Асланбек сұргөжекпен кішкене ту сыртынан бақылап тұр. Қазір еңкейген кезде соғады да қарсыласының алайын деп тұрған серкесін жұлып әкетуге әрекет жасайды. Мінекей. Айтқанымыздай ақ Асланбек Сейдулла дәл сол әрекетке барып, Серкені өз тақымына басып алды. Сұргөжекпен тағы бір шабуылға шыққан Асланбек Сейдулланы көріп отырмыз. Асланбек мінекей мәреге жетті. Бұл саналар ма екен? Төрешінің шешімін күтеміз. Жоқ, салым жоқ. Серке мәре сызығының жиынына тиіп жатыр. Әрине кешіріммен қарай беруге болмайды. Сәл ғана тиіп қалған екен. Сондағысы миллиметр. Бірақ ереженің аты ереже. Төрешінің аты төреші. Сондықтан бұл жерде 100% Нұрдәулет Момыновқа қосыламыз. Қосылмауға хақымыз жоқ, өйткені дұрыс шешім қабылдап жатқан құрметті көрермен өздеріңізді көріп отырсыздар. Серкенің сирағы тиіп жатыр. Мәре сызығына. Демек салым саналмайды. Бірақ бұл салым саналмады деп оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері дауласатын жағдайда емес, өйткені барлығы сен тұрын мен шабайын дейтін өңшең сайдың тасында еріктелген нарғасқа жігіттер. Оның үстіне 6 салым айырмашылығымен 6-0 есебімен ұтып келе жатқаннан кейін де дауласатын жөн жоқ. Тағы да оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені тақымға басып мәреге алып келген, бірақ Серке ойын алаңның кешіріңіздер, мәре сызығының жиегіне тиіп қалды. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы орын алады. Иә, жалпы командалық тартыс деп айтқымыз келген. Мінекей. Үлкен шеңберге тасталған Серкені қазір
Адай атаның ойыншысы Мұсабай Сәрсебаев жерден көтеріп кеткен еді. Алайда ойын соңына дейін жеткізе алмады. Асланбек Сайдулла мен Мұсабай Сәрсебаев. Асланбек Сайдулла сәл ғана қалды Серкен тақымына басып алуына. Бірақ өздеріңіз көріп отырғандай әлде Серке жерде, бірақ Асланбек Сайдулла өз жіберген олқылықтың орнын толтырды. Нағыз палуан, намыс ойнайтын жігіттер осылай болуға тиісті. Асланбек Серкені тақымына ары басты, бері басты, бірақ түбі ойын алаңның сыртына шығып кетті. Жалпы ойынның басы осылай басталған, тартысқа толы болып. Бірақ арасында құлагерден келген жігіттер 6 салым салып кетіп, есепті 6-0 есебімен ұстап отыр, көрсеткішімен. Қазір Оңтүстік Қазақстан облысының оғланы Серкені қайта басқан тақымына Дәулет Айтан қарсыластардың қыспағына төтеп бере алмай, ойын алаңының сыртына қайта шығып кетті. Енді ортада тағы да жекпе-жек болады. Міне, ортадағы шеңбердің қақ ортасына түсті Серке. Енді жекпе-жекке шығатын жігіттерді көріп отырсыздар. Дәулет Айтан мен Темірлан Сейітбеков. Жаңа ғана Дәулет Айтан Серкені өз тақымынан басып алып кеткен болатын. Бұл жолы кімнің бағы жанар екен? Әрине оны құпия деп айтудың өзі қиындау. Қай палуан епті, қайсының аты күшті. Жекпе-жекке дағдыланған тұлпар қайсы, сол әрине жерден көтереді. Осы бір бар жоғы 3-4 талапқа жауап берсе болғаны. Темірлан Сейітбеков қазір Серкен жерден көтеруге тырысқанымен бұл әрекетінен ештеңе шыға қоймады. Дәулет Айтан Серкен жерден көтеруге мүмкіндігі барды. Бірақ сәл ғана білектің күші жетіспей қалды ма, әлде Серкен ыңғайсыз келді ме, әйтеуір жерден көтере алмаған көріп отырсыздар. Екі палуан кезек-кезек еңкейеді. Ережеге сәйкес, егер 2 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда төреші ортадағы жекпе-жекті тоқтатады. Айтып ауыз жиғанша міне тоқтатты. Енді ортаға шығатын атта Шабандоз да қосады. Асланбек Сайдулла шыққан екен сұр көжекпен, оның қарсыласы Шымболат Ақпаев. Қос Шымболат бар, екі командада бір руден. Біреуі Ақпаев, екіншісі Айтуғанов. Ақпаев Маңғыстауда, Айтуғанов Оңтүстік Қазақстанда. Шымболат Ақпаев қазір Асланбек Сайдулладан бәсі жоғар екен дәлелдей алар ма екен? Жоқ. Асланбек жолатпай жүр әлі де. Шеңбердің ішіне кіру керек. Асланбек құдда әзілдеп жүрген сияқты, одан сайын етеріп атын. Міне ардақты ағайын, бұның алдында шыққан жігіттерде Дәулет Айтан мен Темірлан Сейітбеков Серкен жерден көтере алмаған еді. Міне қазірде Шымболат Ақпаев пен Асланбек Сайдулланың ешқайсысы Серкен жерден көтеріп ап, сілке тартып тақымға басып жатқан жайын көрмей отырмыз. Егер дәл осылай 2 минут тағы да жалғасатын болса, онда төреші ойын тоқтатуға мәжбүр. Ай, әттеген ай, Асланбек Сайдулла атынан құлап қалды. Бұл мүмкіндік. Қараңыздаршы Асланбектің жылдамдығы. Не деген жылдам көкпаршы. Шымболат Ақпаев Серкені өте жылдам тақымға басып алып кетуге
мүмкіндігі бар еді. Ол мүмкіндігін дұрыс пайдалана алмады. Бір серкеге таласқан үшінші жекпе-жек. Бақтыбай Шырынқұловтың өзі шыққан екен, Мұсабай Сәрсебаевқа қарсы бұл жолы. Бақтыбайдың жылдамдығын ескерсек, Бақтыбайдың ептілігін ескерсек, онда бұл жекпе-жекте жеңіп шығуға тиісті. Дегенмен Маңғыстаулық палуанның аты да өзі де өте мықты. Жекпе-жекке дағдыланған. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері бұл жерде расымен де уақыт ұстап жүр деп жанкүйерлердің кінәлауына толықтай негіз бар деп айта алмаймыз. Өйткені расымен де бұйырмай жатыр. Ешқайсының тақымына түспей жатыр серке. Екеуі де аралысып, бері алысып көргенмен ойынның 30 минутында басталған жекпе-жек әлі де жалғасып жатыр. Дәл осылай жүре беретін болса, бәсеке аяқталып қалады. Өз бар жоғы 4 минуттай ғана уақыт қалды. Серке әлі де болса жерде. Қазір төрешінің ысқырығы естілуге тиісті. Мұсабай Сәрсебаев серкені жерден көтеруге тиісті еді, бірақ Бақтыбай Шырынқұлов оған жол берген еді. Міне, төрешінің ысқырығы естілді. Бір жекпе-жекке үшінші жұптың тартысының аяқталар сәті де туындаған еді, бірақ Бақтыбай Шырынқұлов бұл жолы уақыт созбай сол Мұсабай Сәрсебаевқа берейін дегендей болды серкені. Бірақ серкені алып тақымға басқанымен қос кезеңге берілген уақыт өз мәресіне жетті қадірлі ағайын. 6-0 есебімен Құлагер Көкпар командасының жігіттері алға озды. Салым салған шабандоздарды атай кетейік. Есепті алға шашқан Асланбек Сайдулла, Құлагердің көкпаршысы. Екінші болып салым салған Бақтыбай Шырынқұлов. Үшінші салымда Асланбек Сайдулла қайта салды. Төртінші салымда Темірхан Айтбаев. Бесінші салымда Абылайхан Шамбеков. Алтыншы салымда Шымболат Айтуғанов салып, екі жарысты осылай қорытындылап отыр. Дәулетбек Омбаев, сіздердің назарларыңызда Әулиеата Көкпар командасын сапында өнер көрсеткен кезінде Тұлпар Көкпар командасын Астананың өрге сүйреді. Қазір Маңғыстаудың жігіттерінің арасында шауып, бір жағы дем беріп, екінші жағы өзінің үлкен тәжірибесімен бөлісіп жүрген жайы бар. Міне, осылайша бәсеке аяқталды. 6-0 есебімен Құлагер Көкпар командасы қарсыластары Маңғыстаудың Ата-Атасын ойсырата жеңгенін көріп отырмыз. Келесі ойын Атыраудың Нарын Көкпар командасы мен Әулиеатаның арасында өтеді. Қазақстан Көкпарының ең үздік 4 командасының ойыны қатарынан жүрмек. Оның бірі көз алдарыңызда аяқталды. Ол Оңтүстік Қазақстан облысы мен Маңғыстау облысының командаларының арасында бәсеке. Енді Атырау мен Жамбыл облысының ең мықты дейтін жігіттерінің тартысын көреміз. Бұл көкпар бағдарламасы. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Нұрсұлтан Темірхан. Ал комментатор әдеттегідей өздеріңізбен бірге мен Ерхан Мәулен. Амандықта жатқанша.